Сәлеметсіздер ме, құрметті білім алушылар. Бүгін біздің қарастыратын жаңа тақырыбымыз Қазақстан қола дәуірі кезеңінде деп аталады. Жаңа тақырыпты өтпес бұрын Қазақстан тас ғасырында атты өткен сабағымызды еске түсірейік. Алғашқы адам өмір сүрген дәуір тас ғасыры деп аталады. Тас ғасырының өзі палеолит, мезолит, неолит кезеңдеріне бөлінеді. Палеолит ерте, орта және кейінгі палеолит болып үш кезеңге бөлінеді. Ерте палеолит алдыуей біздің заманымыздан бұрынғы 2,16 миллион және 800 мың жыл аралықтарын қамтиды. Ашел біздің заманымыздан бұрынғы 800 және 140 мың жылдар аралығын қамтиды. Мусте біздің заманымыздан бұрынғы 40 және 35 мың жыл аралықтарын қамтиды. Үнді мұхитынан келген жылы ауа Қазақстанда ерте кезеңдерде субтропиктік ормандар болғандығын көрсетеді. Осы кезеңде, яғни ерте палеолит кезеңде Қазақстан жерін мекендеген жануарлар өзен, көлдердің жағасында пілдер, шалғында жылқылар, таулы жерлерде аюлар, мамонттар, бұғылар, бизондар, таулы арқарлар, ешкілер, тағы басқа да жануарлар мекендеген. Осы кезде Қазақстанда ұзаққа созылған ауа райының суытуы басталды. Барлық тауларды мұздықтар басты. Бұл суық мерзім біздің заманымыздан бұрынғы 12-5 мың жылдар аралығын қамтитын уақытқа созылды. Қазақстан жерін ежелгі адамдар біздің заманымыздан бұрынғы 800-140 мың жылдар аралығынан бастап мекендеген. Алғашқы адамдар Қаратау жотасы мен Қарасу тұрағын мекендеген. Алғашқы адамдардың айналысқан істері аң аулау және терімшілік. Алғашқы адамдардың баспанасы табиғи үңгірлер, үңгіме қуыс, тау шатқалдары болған. Адамдар табиғаттың дүлей күшіне қарсы тұру, бірігіп аң аулау және өз жауларынан қорғану мақсатында бірлесіп өмір сүрген. Ерте палеолиттің археологиялық қалдықтары бөрік қазған, тәңір қазған, Шабақты мекендерінен, Қазанғап шатқалынан, Қарасу тұрағынан, Сарыарқа тұрақтары, Балқаштың солтүстік жағалауынан көптеген археологиялық қалдықтар табылған. Орта палеолит кезінде Қазақстанда тектоникалық өзгерістер болып, нәтижесінде таулар, төбелер пайда болып, жерде екі рет топан су басты. Орта палеолиттің басты жаңалығы шақпақ тастарды бір-біріне соғу арқылы отты алу болды. Алғашқы діни наным сенім өлікті бір қырынан қарай жатқызып, аяғын бүгіп жерледі. Орта палеолит кезінде археологиялық қалдықтар табылған жерлер экранда көрсетіліп тұр. Кейінгі палеолит дәуірінде 40-35 мың жылдан басталып 12-10 мың жылдықтар аралығын қамтиды. Бұл жер шарының барлық климаттық аймақтарында адамның кеңінен қарай қоныстанған және нәсілдер мен нәсілдік топтардың қалыптасу кезеңі болып саналады. Бұл тұста адамдардың рулық қауымы мен топтық ұжымдары қалыптаса бастады. Аналық рулық құрылыс, яғни матрихат үстемдік етті. Кейінгі палеолитте ірі жануарлардың азаюына орай орташа және ұсақ аңдарды аулау қажеттілігі туындады. Осыған орай ежелгі адамдар аңшылықтың жаңа түрін ойлап тауып, еңбек құралдарын жасай бастады. Мезолит кезеңінде ауа райы күрт жылынып, мұздықтар еріді. Bir қатар жануарлар, мысалға мүйіз тұмсықтары, мамонттар жойылып кетті. Мезолит дәуірінің ең басты өнер табысы бұл садақ пен жебені ойлап табуы. Садақ пен жебенің ойлап табылуы аң аулауды әлдеқайда жеңілдетті. Енді келесі кезең бұл неолит дәуірі. Неолит дәуірінде ежелгі адамдар терімшілікті мал шаруашылығымен, егіншілікпен алмастырды. Үй жануарларын қолға үйрете бастады. Еңбек құралдары жетілдіріліп, жаңадан бұрғылау, тастарды тегістеу, ағашты арамен кесу сияқты жаңа технологиялық әдістер арқылы өңдей бастады. Тас құралдарымен қатар керамиканы пайдалана бастады. Яғни қыш құмыраларға геометриялық өрнектер сала бастады. Керамиканы пайдалану ғылымда неолит төңкерісі деп аталады.
Құрметті білім алушылар, бұл мәліметтер тас ғасырын еске түсіруге жеткілікті деп ойлаймын. Олай болса, келесі біздің жаңа тақырыбымыз Қазақстан қола дәуір кезеңінде деп аталады. Тас ғасыр аяқталғаннан кейін қола дәуірі біздің заманымыздан бұрынғы бірінші мыңжылдықтарда пайда болып қалыптаса бастады. Қола ғасыр деп аталу себебі осы кезеңде Евразияны мекендеген адамдар қола өндіру тәсілін меңгеріп, қоладан заттар жасай бастады. Қола табиғатта дайын күйінде кездеспейді. Бұл қалайы мен мысты балқыту арқылы ортақ қатты металл қоланы дүниеге жасап әкелді. Жаңа біз айттық, қола табиғатта дайын күйінде кездеспейді. Бұл өте берік, мықты металл. Бұның алдында тағы да бір мыс деген металдың болғанын білеміз. Бұл енді инолит дәуірі деп аталады, яғни мысты тас ғасыры. Бұл мыс металы өте жұмсақ болғандықтан ол өміршеңдігі болмады, яғни ұзаққа созылмады. Бұның орнын қола кезеңі басты. Қола дәуірінде рулық қатынас жойылып, тайпалық бірлестіктер құрыла бастады. Қола дәуірінің 3 басты ерекшелігі бар. Ол бірінші қола металлургиясы, екінші бақташылық, үшінші егіншілік болып табылады. Қола металлургиясы Қазақстанның орталығы мен оңтүстігінде қарқынды түрде дамыған. Академик Қаныш Сәтбаевтың айтуынша, қола дәуірінде өмір сүрген ежелгі адамдар Қазақстан жерінде 1 миллионға жуық қола металын өндірген деп көрсетеді. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңжылдықтың ортасында Қазақстанның далалық тайпаларында алғашқы өндірістің өрлеуі байқалды. Мал өсіру интенсивті түрде, қарқынды түрде өрістеді. Осы уақыттан бастап Евразия халықтарының шаруашылығында мал өсіру неғұрлым көбірек орын ала бастады. Біздің заманымыздан бұрынғы 2 мыңжылдықтың аяғы мен 1 мыңжылдықтың басында халықтардың көпшілігі маманданған жаңа көшпелі мал шаруашылығына ауысты. Қола дәуірінде егіншілік орта дәрежеде дамыды. Қола дәуіріндегі экономиканың басты 2 бағыты болып табылатын мал шаруашылығы мен металлургияның, сондай-ақ егіншіліктің дамуы ең алдымен ерлердің еңбегін қажет етті. Мұның өзі қоғамдағы ер азаматтардың рөлін арттырды. Сондықтан аналық рулы құрылыстың орнына аталық рулы құрылыс, яғни патриархат орнады. Қоғамдық өмірдегі ірі өзгерістер өндіргіш күштердің өсуіне, қоғамдық еңбектің мамандануының күшеюіне, патриархаттық қатынастың дамуына байланысты болды. Жеке отбасылар бөлініп шықты. Отбасылық меншік кеңейді. Рулық қауым ішінде мүлік теңсіздігі өсті. Қазақстанда қола дәуіріндегі тайпалардан көптеген тұрақтар мен ескерткіштер қалған. Бұларда андронт мәдениеті деп атайды. Бұл мәдениет Евразия дәуіріндегі ең ірі мәдениет болып табылады. Андронт мәдениетінің бірінші ескерткіші, алғашқы ескерткіші 1914 жылы Сібірдегі Ачинск қаласындағы Андронт елді мекенінен табылған. Енді Қазақстанда ескерткіштерін атайтын болсақ, солтүстік батыс және орталық Қазақстан, осылардың ішінде ең ірісі орталық Қазақстан болып табылады. Бұл аймақта қола дәуірінің 150-ге жуық қабірі, 30-ға жуық мекен тұрақтары табылған. Андроновтықтарда негізінен отырықшы шаруашылық басым болды. Жер тесемен өңделгендіктен сол кездегі егіншілік андронов тайпаларында теселі егіншілік деп аталды. Көбінесе бұнда бидай, тары өсірген бақшалық шаруашылықта дамыған. Андроновтықтар жылқы, сиыр, қой, ешкі, кейіннен түйе өсірген. Жануарлардың терісі мен жүнін киім ретінде, еті мен сүтін тамақ ретінде пайдаланған және қосымша жануарларды көлік күші ретінде де пайдаланып отырған. Қола дәуірінде Қазақстанды мекендеген тайпалар қыш ыдыстар жасаған. Бұл көбінесе әйелдердің ісі болып саналды. Мұндай ыдыстар жасағанда негізгі шикізат ретінде балшықты пайдаланған. Шаруашылықтың дамуындағы өзгерістер андроновтықтарда қоғамдық өзгерістерге жеткізді. Әлеуметтік және әскери саяси құрылымда рулық тайпалық бөлімшелер пайда бола бастады. Еркек көсем, еркек жауынгер қоғамда материалдық игіліктерді өндіруге үстем дәрежеге алды. Ол рулық қауымның басшысы болып, туыстық әке жағынан есептеле бастады.
Әр рудың өз аты болды. Мал, үйік мүліктері, еңбек құралдары рудың байлығы болып есептелді. Жеке меншік пайда болды. Осыдан мүлік теңсіздігі күшейіп, бай мен кедей ұғымы дүниеге келді. Яғни андроновтардың тұрғын үйлеріне келетін болсақ, олар жертөле және жартылай жер бетіндегі үйлерде тұрды. Қола дәуірінің соңында үйлер жер бетіне салынған сопақша үйлер пайда бола бастады. Қола дәуіріндегі адамдар ең алдымен табиғат күштеріне табынды. Андроновтар арасында өлгендерге табыну күшті болған, сондықтан жерлеу ғұрпына ерекше мән берген. Бірінші, адамдар жерлегенде басын батысқа немесе оңтүстік батысқа қаратқан. Екінші, өліктің аяқ қолын бүгіп қабірге жатқызған. Үшінші, адам өлігін өртеп, күлін қабірге қою ғұрпыда болған. Андроновтар үй салғанда құрбандық шалған. Отбасы үшін ең қасиетті саналатын ошақты андроновтар қатты құрметтеген. Енді сонымен қатар андроновтардың тасқа салынған суреттері өте көп болып саналады. Олар Таңбалы, Ишкөлмес, Маймақ, Бөкентау, Жасбай, Қантау, Бұланты, Айтпан тағы басқа жерлерде табылған. Тасқа салынған суреттердің негізгілері бұл жабайы бұқа, билеген адамдар, қос өркешті түйе, екі аяқты арба, әскерлер шайқасы сияқты суреттер бейнеленген. Сонымен қатар андроновтар әшекей заттарды кеңінен қолданған. Әшекейлері сақина тәріздес, дөңгелек сырға, алтын білезік тағы басқа. Бұл әшекейлер Жетісудағы Мыңшұңқыр қабірінен, орталық Қазақстандағы Айбас сағасынан көптеп табылды. Құрметті білім алушылар, бүгінгі Қазақстан қола дәуірі кезеңінде атты тақырыбымыз аяқталды. Аталған тақырып туралы толық мәліметтермен танысу үшін экранда көрсетілген Мусин Чапайдың Қазақстан тарихы кітабының 9-13 беттерінен, Әминовтің Қазақстан тарихы оқу құралының 8-10 беттерінен, Абдурахмановтың Қазақстан тарихы кітабының 23-33 беттерінен оқи аласыздар. Аталған кітаптарды колледж кітапханасынан ала аласыздар.